Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Мөлдір Бақытжанқызы, отбасы банк қаржы кеңесшісі. Сіздерге бұл шығарылымда алда болатын концепция бағдарламасы туралы айтпақпын. Концепция бағдарламасына жалпы кімдер қатыса алады? Өздеріңіз білетін категориядағы адамдар, және де осы жолы атап өткім келеді, мектепте немесе государственный больницада, сваларда жұмыс істеп жүрген кіші қызметкерлер де жатады. Ол кісілер де үй кезекте тұрса, ол кісілер де қатысып осы бағдарламамен үй алса болады. Тағы да бір нақтылап айта кететін жайт, ол кезекте нешінші болып тұрсыз? Ол маңызды емес. Сіз 4500-ші болып тұрсыз ба? 5600-ші болып тұрсыз ба? Ол рөл играть етпейді. Ең бастысы сіз кезекте тұрсаңыз болды. Енді ранжировка деп атаймыз. Ранжирование деп, яғни өтінім бергеннен кейін сол өтінім берген адамдардың ішінде кімге бірінші мүмкіндік беріледі? Ол жылы ерте, яғни кезекке тұрған жылы ерте болса, сол кісілерге бірінші кезекте мүмкіндік беріледі. Яғни кімдікі ерте? 2000 жылы оған дейін тұрған жандар болса, сол кісілерге мүмкіндік бірінші беріледі. Ал жалпы кезекте нешінші болып тұрғаныңыз маңызды емес. Тағы да категорияларға анықтама беретін болсақ, мүмкіндігі шектеулі жандар, немесе мүмкіндігі шектеулі бала асырап отырған отбасылар, мұғалімдер, медиктер, бюджетный организацияда жұмыс істейтін, ГОСта жұмыс істейтін кісілер, сотрудники МВД, военныйлар, барлық МЧС, оның ішіне барлығы кіреді. Кезекте тұрған жандардың барлығы, неполный семья. Осы жерде белгілі бір тағы бір нақтылап айта кететін, неполный семьяға, көп балалы аналарға, мүмкіндігі шектеулі жандарға, мүмкіндігі шектеулі бала асырап отырған отбасыларға, ата-анасының қамқорлығынан айырылған балаларға, осы кісілерге, оның ішіне сол жәнегі толыққанды отбасы емес, яғни неполный семья дейміз ғой. Сол кісілерге бастапқы жарнаны акимат береді, яғни 10%. Өзі бағдарлама 5-10-20, 2-10-20 деп аталады ғой. Сондағы 5 дегеніміз ол ипотекалық ставка, 2 дегеніміз де ипотекалық ставка, 10 дегеніміз, 10 дегеніміз алғашқы жарна, 20 дегеніміз ол мерзімі, яғни 20 жылға дейін. Бірақ осы соңғы 2 жылдың ішінде 20 жылға алған адамды көрген жоқпын. Барлығы дерлік 16 жыл 6 ай көлемінде алады. Мысалы, биылғы жылы 2025 жылы январь айында, яғни қаңтар айында однокомнатный квартира 56 мың, двухкомнатный 85 мың, трехкомнатный 113 мың деген сияқты көлемде төлемдер шықты. Яғни ай сайынғы төлемі осы көлемде болды. Демек, бұл қалта көтеретін ыңғайлы төлем. Осы алып алсаңыздар болады. Например, трехкомнатный 12 миллион болса, переплатамен где-то 15-16 миллионға шығады. Бұл өте тамаша, жақсы, чистовой отделкамен штативім қосылып кетіп тұр, қайта-қайта қозғалып кетіп тұр. Бұлдырлап тұрса, айып етпеңіздер. Сондықтан чистовой отделкамен, таза әрлеумен бірден кіріп, ары қарай тұрып кетуге болатын үйлерді алып алуға тырысыңыздар. Енді бұл бағдарлама май айында басталады. Нақты күнін жақындағанда айтамыз. Сондықтан май айында болғандықтан әлі де кезекке тұрмасаңыздар, кезекке тұрып үлгеріңіздер. Тұрған болсаңыздар, депозит ашыңыздар. Депозит міндетті түрде депозит болу керек. Депозитті не обязательно 10% болу, 10%-ді осы конкурстан өткеннен кейін де салсаңыздар болады. Өткен жағдайда. Конкурстан өткен жағдайда сіздер төлем қабілеттілігін растайсыздар. Төлем қабілеттілігінен растап өткеннен кейін ғана 10%-ын салып, ары қарай оформление жасасаңыздар болады. Өйткені
кейбір кісілер алдын ала салып қояды да кейін оны өтпей қалғаннан кейін шешіп алғысы келеді деген сияқты, сондай жағдайлар болмас үшін кейбір кісілер кредит алып жатады екен, кейбір кісілер қарыз алып жатады. Вот ондай нәрсе керек емес. Мейлінше конкурсқа қатысыңыздар, өтіп алыңыздар, өткеннен кейін де асықпаңыздар салуға. Өткеннен кейін келіп төлем қабілеттілігін растаңыздар. Одан кейін егер одан өтсеңіздер, онда сала берсеңіздер болады. Демек, одан өткеннен кейін ол үйді алу ғана қалды деген сөз. Сондықтан қосымша сұрақтарыңыз болса, номерімді жазып кетемін. Сол номерге жазыңыздар. WhatsApp бар сол номерде. Депозит болуы міндетті шарттардың бірі. Демек, депозит болмаса, сіз өкінішке орай қатыса алмайсыз. Депозитті сол күні ашсаңыздар да болады, алдын ала ашсаңыздар да болады. Міндетті түрде ол депозит болу керек, және ол іске қосылған депозит болу керек. Енді былайша айтқанда активный дейміз ғой, активный, действующий дейміз. Вот сондай депозит болу керек. Өкінішке орай нулевой депозит желательно болмағаны дұрыс. Сондықтан барлықтарыңызды осы конкурсты жіберіп алмай қатысуға шақырамыз. Мектепте жұмыс істейтін кіші қызметкерлер, ауруханаларда, сыбаларда, поликлиникаларда, әсіресе ол государственный болса, сондай жерде жұмыс жасайтын техперсонал дейміз ба, санитар апайларымыз, әпкелеріміз, сіңілеріміз, сол кісілердің барлығын шақырамыз осы бағдарламаға қатысуға, мүмкіндіктеріңізді сынап көруге. Мейлі сіздер осы санатпен бюджетный организацияда жұмыс жасайды, ГОСта жұмыс жасайды деп тұрсаңыздар да, немесе басқа да бір категорияға іліксеңіздер де, міндетті түрде қатысыңыздар. Кезекке тұрмаған болсаңыздар, қалай тұруға болады, оған жарайсыз ба, жарамайсыз ба, ол туралы да сұрап алуға болады. Жалпы жеке кеңесте барлығы айтылады, өздеріңізді тексертіп алсаңыздар болады. Сіз кезекке тұруға жарайсыз ба, жарамайсыз ба, депозитіңіз бар ма, жоқ па, ашу керек па, бұрынғы депозитті іске қосқан дұрыс па, жоқ әлде жаңасын ашқан дұрыс па деген сияқты. Бұрыннан бері депозит болып, бірақ оны толтырмасаңыздар, оны надо проверить. Так что жазыңыздар, кеңес алыңыздар. Біз Семей қаласы Абай 124 кеңес беру орталығында отырамыз, яғни өзім де сол жерде отырамын. Сол жерге келсеңіздер де болады. WhatsAppқа жазып жеке кеңесті онлайн алсаңыздар да болады. Барлығы тегін. Семей қаласының тұрғындары, міндетті түрде сіздерді күтеміз. Мамыр айына дейін үлгеріп қалыңыздар. Оның басталуына да өте аз күндер қалды. Алла бұйыртып мамыр айы басталсын, сосын нақты күнін сіздерге айтатын боламын. Олай болса, кезекте тұрған жандар, барлықтарыңызды осы бағдарламаға қатысуға шақырамын, және де биыл мүмкіндігінше көп жан баспаналы болсын. Сау болыңыздар.